Маусымның 12 мен 17 аралығында облыс көлемінде мемлекетке қарызы бар және алимент төлеуден жалтарып жүрген азаматтарды іздестіру акциясы өткізіліп жатыр. Аталмыш шараға облыстық ішкі істер департаментіне қарасты барлық құрам жұмылдырылған. Іздеудегілердің басым бөлігі салық төлеуден бас тартып жүрген азаматтар. Олар мемлекет қазынасына өтетін қаражатты төлеуге асығар емес. Тәртіп сақшыларының мәлімдеуінше, қарыз бар азаматтардың тізімі соңғы кездері көбейген. Ал заңға сәйкес борышкердің мекен-жайы белгісіз болса, сот орындаушысы іздеу жариялау жөніндегі ұсынысын судьяға жолдайды. Согласно законодательству Гражданского кодекса, Азаматтық кодекстің заңнамаларына сәйкес іздеу жарияланған азаматтарды іздестіріп табу жұмыстары ішкі істер органына жүктелген. Онымен көші-қон полициясы айналысады. Қазіргі іздеуде жүрген азаматтардың қатарында шетелдіктер де бар. Олардың арасында өз қарыздарын өтеуден жалтарып, еліне көшіп кеткендер де кездеседі. Сондықтан да көршілес республикалардағы ішкі істер органдарымен келіссөздер жүріп, іздеудегі азаматтарды анықтау жұмыстары жүргізіліп жатыр. По установлению их местонахождения. Жыл басынан барлығы 118 адамға қатысты іздеу жарияланған. Оның ішінде алимент төлеуден жалтарып жүргендер 60 адам, ал мемлекетке қарызы барлар 58. Бүгінгі таңда іздеу салынған адамдардың 76-сы табылса, 42 азаматтың қай жерде бой тасалап жүргені белгісіз. Іздеудегілердің көбі алимент төлегісі келмейтіндер болып отыр. Қазіргі іздестіру акциясына байланысты кез келген адамға қатысты іздеу жариялануы мүмкін. Мұндай күтпеген жағымсыз жаңалықтан адамдар көбіне бейхабар болады. Себебі әкімшілік құқық бұзушылыққа жол берген немесе мемлекетке бере жағы бола тұра төлеуден жалтарған азаматтар іздеу салынғандардың қатарына кіреді. Бұл орайда ішкі істер органы қызметкерлері мемлекетке қарызы барлардың тез арада төлеу керек екендігін ескертеді. Какой-то штраф, и из этого штрафа 10% он должен нести доход государства. Мысалға, сотта қаралған бір іс бойынша жазаға тартылған азаматқа ақшалай айып салынған болса, сол соманың 10% мемлекет пайдасына өтуі тиіс. Ал салынған айыпты төлемейтін жағдайлар бізде көп кездесетіні жасырын емес. Кейбір азаматтар көрші мемлекетке көшіп кетіп жатады. Алайда салынған айыппұл сол адамның мойнында қала береді. Бұл орайда сот орындаушысы сотқа іздеу жариялау туралы ұсыныс беруге құқылы. Ал судья іздеу туралы іс қозғауды ішкі істер органына тапсырады. Отправляет судьям, и судья выносит определение о розыске его. Мәселен, іздеуде жүргендердің кейбірінің тізімін айтар болсақ, олар Құспанғалиев Рахат Қарабалаұлы, Атырау облысы Мақат ауданы Дастор ауылында дүниеге келген. Тұяқбаев Амантай Сүйенбайұлы 1973 жылы Маңғыстау облысында туған. Артюшин Юрий Викторович Ресей Федерациясы Новосібір облысы Венгра ауданында туған. Чумаков Игорь Георгиевич туған жері Шешен Республикасы Грозный қаласы. Самедова Эльмира Рафиковна 1965 жылы Дербент қаласы Дағыстан Республикасында дүниеге келген. Сонымен қатар Мунаева Светлана Алексеевна, Карзунов Олег Анатольевич, Асовханов Руслан Увайсевич. Барлығы 42 адам іздеуде жүр. Для неплательщика алиментов, если он приходит, скажет: да, я... Алимент төлеушілерге айтарым, егерде олар өз еркімен келіп жағдайларын түсіндірсе, біздер өз тарапымыздан оларға іздеу жарияламайтындығымызды айтқым келеді. Олардан тек түсініктеме алып, сот орындаушыларына жолдаймыз. И информируем об этом судебных исполнителей. Көші-қон полиция басқармасы қала және облыс тұрғындарына іздеуде жүрген азаматтар туралы білетін немесе қандайда бір қажетті ақпаратқа ие болса, келесі сенім телефондары арқылы хабарласуларын сұралады. 50 43 72, 50 56 96, 50 69 99, 50 12 20.